ауданының әлеуметтік экономикалық дамуы жыл сайын қарқын алып келеді. Ауданда түрлі ілкімді істер мен маңызды жобалар кезең-кезеңмен жүзеге асырылып, тұрғындардың тұрмыс сапасын арттыруға бағытталуда. Сол жобалардың бірі Қызылдала ауылындағы көптен күткен жол құрылысы. Жылдар бойы тұрғындардың басты мәселесіне айналған бұл жол бүгінде нақты іске асып, құрылыс жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Аудандық маңызы бар жолдан осы мынау қазір жүрген жолымыз 7 километр. Қызылдала менен осы Алматы Термез тас жолының арасын қарайды. Осы биылға 270 миллион теңге қаржы қаралып, жұмыстар атқарылып келе жатыр. Бұған дейін болмаған ғой мұнда жол? Болмаған бұл жерде. Қанша үй бар бұл жерде? Бұл жақта жалпы бір 1000-ға жуық тұрғын тұрады. Жалпы ауызсумен қамтылған, светте толық қамтылған, жаңартып шыққанбыз. Тек қана бұл жол бітетін болса, тек қана газ мәселесі қалады. Газын проектісін жасап жатырмыз биыл. Проектісін осы қыркүйек айында экспертизаның оң қорытындысын алсақ, бюджетке ұсынатын боламыз. Бұл жақта тек қана газ мәселесі ғана қалады. Қалған бәрі ауызсу, жол, столбы, электр желісі бәрі толық шешімін тауып қойды уже. Жол бітсе, уже тек қана газ ғана мәселесі қалады. Жобаны Қазығұрт аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және автомобиль жолдары бөлімі тапсырысы бойынша жүзеге асырылуда. Бұл күрделі әрі жауапкершілігі жоғары жұмыс. Себебі бұған дейін бұл аумақта толыққанды жол болмаған. Дегенмен ауылдың аудан орталығына және Шымкент қаласына жақын орналасуы жобаның маңыздылығын одан әрі арттырып отыр. Основаниясы дейді ғой бізде. Қазір астында төселіне тұрған тастарымыз шебінімен 15 сантиметр. Одан кейінгі барып асфальт. Асфальттың ені 4,5 метр, қалыңдығы 6 сантиметр болады. Март айының соңында бастағанбыз. Жалпы негізде срогымыз мамыр айының соңына дейін. Мамыр айының 10-дарына дейін жоспарымыз да бар бітіру. Енді халықтың сұраныс талап тілектері орын алып жатыр ма бұл ауылда? Әрине, халықпен ақылдаспасақ, бірінші очередь халық. Одан кейін бұл жерде заказчигіміз бар, технадзорымыз бар, ұлттық сапа деген сияқты. Солармен бірге ақылдасып жұмыс жасап жатырмыз. Қанша жылдық кепілдік бересіздер біткеннен кейін? 5 жылдық кепілдігіміз бар жолға. Осы жобаның жалпы құны қанша? 270 миллион. 270 миллион, иә. Жұмыстар яғни 3 айда аяқталады. 3 айда аяқталады. Аталған жол құрылысын ұзақ жылдық тәжірибесі бар БФ Group мердігер мекемесі атқаруда. Бұл мекеме Қазығұрт ауданы Шарбұлақ ауылының тумасы кәсіпкер Жабай Түлеевке тиесілі. Ол өз ауылының дамуына бейжай қарамай жол құрылысын жеке бақылауына алған. Ұзындығы 7 шақырымды құрайтын жолдың бүгінде негізгі қабаты төселген, кеңейту жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Бұған дейін жол болмады ғой ауылда? Бұл мен қазір өз жасым 65-ке келген, 65 жылдан бері бұл жол біз армандап өткен адамыз. Өткен өмірден өтіп кетті бір талай айды. Енді Құдайға шүкір, кейінгі жастар өз арманына жетсін деп біз осы Құдайдан тілеп отырмыз жаным. Ол жол түссе әйтеуір кішкене халыққа жұмыс оқылады, қалаға барып жұмыс істейді. Әйтеуір күнкөрушілік қой. Жолға рахмет. Қызылдала ауылының тұрғындары бұл жолды 25 жылдан бері күткен. Енді сол армандары орындалып, ауыл инфрақұрылымы айтарлықтай жақсарып келеді. Ауылда бір мектеп пен бір балабақша бар. Ал алдағы уақытта жаңа жобалар кезең-кезеңмен жүзеге аспақ. Бұл Қазығұрт ауданы әкімдігінің жүйелі жұмысының нақты нәтижесі деуге болады. Тұрғындардың сенімі ақталып, ауылдың дамуына жаңа серпін беріп отыр. Олархан Олиханқызы, Есболат Тұрмаханов, Сақ ақпараты.